Сәлем менің оқырмандарым. Біз бүгін әлемдегі ешбір мемлекетпен соғыспаған топ 10 мемлекет жайында айтатын боламыз. 10-шы орында Исландия. Әлемдегі ең соғыспайтын елдердің тізімін шағын аралдық мемлекет ашады. Оның тарихы 1000 жылдан астам уақыт құрса да, тәуелсіздікке жақында 1944 жылы ғана қол жеткізді. Содан бері Исландияда тұрақты армияда, теңіз флоты да, әуе күштері де жоқ. Исландықтардың өздеріне ең көп рұқсат ететіні ол елді қорғауға жауапты және кейде тіпті жаһандық қақтығыс нүктелеріне бітімгершілікке жіберетін әскерилендірілген жағалау күзеті. Исландия тәуелсіз мемлекет ретінде өзінің бүкіл тарихында ешқашан кең ауқымды соғысқа қатысқан емес, немесе басқа да мемлекеттердің аумағына басып кірген емес. Оның үстіне Исландия конституциясында басқа мемлекетке соғыс жариялау туралы бап мүлде қарастырылмаған. 9-шы орында Мальта. Мальта мемлекеті орналасқан архипелагты жерорта теңізінің жылы сулары шайып жатыр. Көптеген жылдар бойы бұл жер Европа, Африка және Азия арасындағы теңіз жолдарының орталығы стратегиялық маңызға ие болды. Ғасырлар бойы аралда 19 ғасырдың басында Ұлыбританияның оның басып алғанша қолдан қолға көшті. Содан бері Мальта тәуелсіздік алған 1964 жылға дейін королеваның протекторатында болды. Ал 1974 жылы мальталықтар өз территориясының барлық британдық базаларды шығару арқылы шынайы бейтараптыққа қол жеткізді. 8-ші орында Палау. Тынық мұхитында орналасқан шағын аралды мемлекет 1994 жылы өз тәуелсіздігін алды. Палау құрылғаннан бері ешкіммен соғысып көрмеген, ал Палау қарулы күштері тек 2 патрульдік қайығы бар теңіздегі құқық қорғау ұйымынан ғана тұрады екен. 7-ші орында Чехия және Словакия. 1 қаңтарда 1993 жылы дәл сол кезде бұрынғы Чехословакия екіге бөлінеді. Чехия және Словакия болып. Екі елде де Европалық одаққа мүше және экономикалық тұрақтылықтың арқасында ешкіммен соғысқысы келмейтіндігін айтады. Елдің екі елде де аз мөлшерде әскерлері бар, бірақ оларды тек бітімгершілік бастамалар қажет жағдайда ғана қолданылады екен. 6-шы орында Сейшел аралдары. Бұл Африка материгінің шығыс жағалауында орналасқан аралдар тобы. Бұл топқа 115 арал кіреді, бірақ олардың екеуінде ғана қоныстанған. Сейшел аралдары 1976 жылы тәуелсіздік алды. Содан бері басқа елдермен әскери қақтығыстарға қатыспады, бірақ ішкі жанжалдар көп болды. Көрші мемлекеттер елдегі саяси күштердің тепе-теңдігіне әсер ету үшін жалдамалы жасақтарды жіберуден тартынбады. Қазір жас арал мемлекетін қарақшылық мәселелер көбірек толғандырады. Себебі соғыспаушы мемлекет ретінде танылғандықтан сомалилік балықшылар мен жалдамалылардың браконьерлері салдарынан Сейшел аралдары жыл сайын жалпы ішкі өнімнің 4% жоғалтып отырғаны белгілі. 5-ші орында Ватикан. Қазіргі таңда ең кішкентай мемлекет бұл Ватикан болып табылады. 1929 жылы дүниеге келген, содан бері бейтарап болып қалды. Рас, оның территориясы барлық жағынан Италиямен шектесетіндіктен, ол ресми қорғаныс келісімі жоқтығына қарамастан итальяндық қарулы күштердің қорғауына түседі. Папа мемлекетінің жеке қарулы күштері жоқ, дегенмен швейцариялық гвардия деп аталатын Рим папасының және оның штаттарының бірнеше тұрғындарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оған жауап беретін қызметкерлердің шағын бөлімі бар. Олар сақшылар деп аталады. Бар жоғы 150-ге жуық. Олардың қатарына ену де оңай емес. 4-ші орында Вануату. Бұл шағын аралдық мемлекет Тынық мұхитының жылы суларында орналасқан. Ол ең алдымен туристерге әдемі жағажайлар мен жалпы жайлы курорттық атмосфераның арқасында танымал. Көптеген жылдар бойы Вануату өте бейбіт ел болды. Рас, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш әскери базаларын штаттың аумағында орналастырған. Бірақ аралдардың ешқайсысында тікелей шабуыл жасалынып, соғыс болған емес. Вануату қатысқан соңғы әскери қақтығыс ол 1980 жылы бірнеше аптаға созылған және Вануату тәуелсіздігін жариялауға әкелген азаматтық кокос соғысы болды. 3-ші орында Коста-Рика. Бір қызығы басқалармен соғыспаған елдердің тізімінде болғанымен орталық америкалық штаттардың біріне кірді. Бірақ костарикандықтардың зорлы-зомбылықты ұнатпайтыны соншалықты олар елдің конституциясына тұрақты армия құруға тыйым салуды ашық айтты. Біріккен ұлттар ұйымының елдің бейбітшілікке деген ұмтылысына қатты әсер еткені де соншалықты олар тіпті Сьюдад Колон қаласында бейбітшілік университетінде құрды.
Коста-рикалықтар қатысқан соңғы әскери қақтығыс өткен ғасырдың ортасында болған азамат соғысы еді. Екінші орында Лихтенштейн. Бейбітшілік Лихтенштейнде соншалықты байсалдылықпен қабылданды. Бұл елдің азаматтары мүлде армия болмауды ұйғарып, 1868 жылы әскерді таратып жіберді. Содан бері Лихтенштейн ешқашан соғыс қимылдарына қатысқан емес. Басқа елдер арасындағы шайқастар осы шағын мемлекеттің шекарасына жақын жерде болса да, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстарға кезіндегідей араласпай келді. Бірінші орында Швейцария. 1815 жылдан бастап Швейцария бейтарап. Екі дүниежүзілік соғыс тікелей осы шағын мемлекеттің шекарасында болғанымен, Швейцария ешқашанда әскер жібермеген. Бұл ел қару-жарақ иелену деңгейі бойынша Европада емес, бүкіл әлемде ең жоғары елдердің бірі болып табылады. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, қазір Швейцарияда шамамен 2-3 миллион қару бар. Бұл әрбір 100 тұрғынға 29-дан келеді дегенді білдіреді. Бұл көрсеткіш бойынша Швейцария ақш пен Йеменнен кейінгі екінші орында тұрады. Әлемде соғыс болмасын, жалпы осы аталған мемлекеттер басқа да мемлекеттерге үлгі болсын дегім келеді. Сонымен менің каналым ұнаса, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.